5 рет бет ашылған жас келін. Бізге келін болған, ол алаяқ қыз. Қалай алданып қалдыңдар? Ұлан асыр той жасадыңыздар, келін түсірдіңіздер. Иә. Келін құтты болмады ма? Жоқ. Қандай болды? Біз білетін 4 семьяға барып отыр. Біз білмейтін қаншама. Сіздерге дейін 4 рет бет ашылған ба? Сондай ақпарат түсті ғой. Әселдің беті ашылды ма үйде? Ашылды, үлкен бет ашар болды. Әулетке түскен кез ғой. Мына бата беріп жатқан менің шешем, мынау анам. Қалың мал үшін Роботы. бизнес емес пе, қалай ойлайсыз? Может, сондай болуы мүмкін. Ол әкесіне 1.100.000 бергенбіз. Қолма-қол өзіміз бергенбіз. Қазір енді ол келін темір торда ма, әлде бостандықта ма? Бостандықта жүр. Нешінші енесіз? Үшінші деп есептеп отырмын ғой. Елдің беріп жатқан қалың малын беріңіз алдын ала. Мен қыздың киіммен қосып апарам деді. Қанша? 1 миллион бердім. Сіздердің экс келіндеріңіз ортақ деген жерге шыққан. Одан кейін Темір, одан кейін Келінтөбе, одан кейін Жетісай, соңғы аялдамасы Түркістан. Бизнес па? Бизнес. 5 рет бет ашылған келін. Редакциямыздан Жетісай ауылының тұрғыны Райхан әжей көмек сұрайды. Айтуынша жаңа түсірген келіні барып тұрған алаяқтың өзі. Бұған себеп қалың малды қалтасына басқан қаршадай қыздың қайта-қайта тұрмыс құруында дейді. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Эфирде көреміз сіздермен Руслан Өтепбай. Алдымен арнайы сюжетке зер салсақ. Жеңгесі арқылы менің қайныма шығып, өзі ұнатып, өзі шығып хабарласпай жатыр, сөйлестіріңізші деп, солай балаға өзі келген. О заманда бұл заман қыз баласы қашан жігітке жармасқан дейді Жетісайлық Жазира. Бірақ сұр бойдақтықтан шаршаған қайын інісі үшін таптаурындарын бұзып, 2 жасты үйлендірмек болған. Алайда келін түсіріп беташар жасаған Жазира тойға 1 күн қалғанда бәріне бөгет қойылғанын айтып, ағынан жарылды. Шымкенттен Гүлі есімді келіншек хабарласып, ортада тойхана арқылы хабарласып, бізге сәтқан тойханамыздың административіне шығып хабарласып айтты. Біз оға де білмегенбіз. Сонымен біз тойға барлық жағдай жасап қойғанбыз. Шымкенттен барып, кит, бит, алтын бәрін әкеп қойғанбыз, барлық заттарды. Оғанда қаншама қаражат кетті. Бізге келін болған, ол алаяқ қыз. Қалай алданып қалдыңдар деп. Киіттерін түгендеп, қалың малын тапсырып қойған әулет телефонның арғы жағындағы адамға бірден сене қоймапты. Алайда аздан соң келініміздің ақ орамал тағып түскен суреттерін көргенде аузымызға құм құйылды дейді. Жиырма жасар Әселдің 2 жыл ішінде 5 әулетке келін боп түскені рас па? Бұл жас қыздың тағдыры ма, әлде табыс көзі ме? Көреміз. Естімеген елде көп, мән-жаймен толығырақ танысу үшін студияға Райхан апаны шақырамыз.